Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін синнабон булочкасын дайындаймыз. Негізі оригинал рецепт бойынша корицамен жасалады. Маған корица дәмі ұнамағандықтан какаомен жасаймын. Ең бірінші су және де қант ұнтағы, ұн, құрғақ дрожж қосып, араластырып бөлек қойып қоямыз. Одан кейін сары май және де қайнап тұрған сүтті құйып, майымызды ерітіп аламыз. Содан соң ондай осылай електен өткізіп саламыз. Сол кезде қамырымыз өте керемет болып көтерілетін болады. Осылай аздап араластырып болған соң, жаңағы дайын болған біздің дрожжымызды салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Одан кейін қолымызды осылай сұйық маймен майлап, жаңағы қамырымыздың сыртын майлаймыздағыны осылай пакет кигізіп, жылы жерге қойып қоямыз. Әзірге қамырымыз дайын болғанша қант ұнтағы мен жаңағы какаоны осылай араластырып қойып қоямыз. Одан кейін крем дайындаймыз. Яғни менде творожный сыр, аздап сливки және де қант ұнтағын осындай елегіштен өткізіп барып, үшеуін бірге араластырамыз. Орташа сұйықтықта крем жасаймыз және де ол кремімізді тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Міне біздің қамырымыз әдемі болып көтерілді. Енді столға аздап сұйық майды жағып аламыз. Біздің қамырымыз жабыспау үшін. Одан кейін қолмен жақсылап жұқалау етіп, 1 сантиметрдей етіп жайып аламын. Одан кейін арасына осындай еріп тұрған сары майды қолмен жағып шығамын. Енді үстіне жаңағы біз дайындап алған какао мен қант ұнтағын осылай сеуіп шығамыз. Қамырдың барлық жерінде жетуі керек. Одан кейін осылай қолмен орап шығамыз. Одан кейін ыдысымызды сары маймен майлап аламыз, немесе пергамент қағазын төсейміз. Орап болғаннан кейін арасын жіппен кесіп аламыз. Жіппен кескен өте ыңғайлы, бір келкі болып шығады. Егер жіппен кескен сіздерге ыңғайсыз болса, пышақпен кессеңіздер де болады. Булочкаларымыздың барлығын осылай салып болған соң, бетін осылай жылы сүлгімен жауып, жылы жерге 10-15 минут қойып қоямыз. Міне осылай әдемі болып көтерілуі керек. Енді қызып тұрған духовкада 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің булочкаларымыз өте әдемі қып-қызыл болып пісті. Енді осы ыстық күйінде біз дайындап алған кремді жағып шығамыз. Крем өте әдемі болып сіңуі керек. Қазір енді дәмін көретін боламыз. Қараңыздар, өте жұмсақ, еш қиындықсыз вилкамен бөлініп жатыр. Дәмі өте керемет, сочный, жұмсақ болып шыққан. Кремнің дәмі де өте керемет. Негізі бұл синнабон булочкасына кез келген кремді пайдалана беруге болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.